Ендігі үміт елбасыда ғана бүгін Батыс Қазақстан облысы Березовка елді мекенінің тұрғындары атынан бір топ экологтар осындай мәлімдеме жасап отыр. Олар Березовка тұрғындарының жаппай улану себебін жергілікті шенділердің білетінін, бірақ нақты әрекет етпей отырғандарын сынға алды. Осы ретте олар бүгін Алматының адам құқықтарын қорғау орталығында баспасөз мәлімдемесін өткізді. Толығырақ тілші баяндайды. Естеріңізге сала кетсек, Березовка ауылында қарашаның 28 күні орта мектепте оқитын 25 бала және 4 мұғалім улану белгісімен Ақсай қаласындағы аудандық ауруханаға жеткізілген. Бұның бәріне ауылға 5 шақырым қашықтықта орналасқан кеніш басындағы жағылған газ себеп деді жиында сөз алған эколог Сергей Соляник. Что примечательно, накануне 2 декабря опять сильно пахло газом в поселке. Несмотря на встречу с областным акимом 29 ноября, несмотря на заверение представителей компании, что у нас никаких выбросов, все по нулям, все нормально, в поселке опять воняло газом. Зеленое спасение экологиялық қоғамның төрағасы Сергей Куратов бартсау тұрғындар тұрмысының нашарлығынан болып отырғанын айтады. Себебі денсаулықтары үшін березовкалықтар қауіпті аймақ саналатын жерден баяғыда бас сауғалап кетуші еді дейді. Это уже неоднократно подчеркивалось, что бұл бірінші рет орын алып отырған жоқ. Ірі кәсіпорын санитарлық қорғау аймағы болғандықтан салық төлеуден жалтарып отыр. Алайда осы уақытқа дейін санитарлық қорғау аймағы әлі шешімін таппаған. Мұндай жағдайда шешімі болмағандықтан нақты қорғау мақсаты жүзеге аспайды. Бір жағынан салық салу керек болса, екінші жағынан ауылды өзге аймаққа көшіруді қолға алу керек. Эколог Сергей Соляниктің айтуынша, Березовка тұрғындары өздерін қауіпсіз жерге көшіруді 2002 жылдан бері талап етіп келеді. Тіпті халықаралық деңгейге дейін шығып, жауап ала алмаған экологтар енді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 951 тұрғынның қолы қойылған хат жолдайтындарын айтты. Сағыныш Назар, Жанат Абдырахманов, Қазақ Ньюс, Алматы.